Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында информатика пәні мұғалімдеріне арналған жаңартылған білім беру мазмұнында ақпараттық коммуникациялық технологиялардың тиімділігі тақырыбында семинар-тренинг өткізілді. Семинар-тренингтің мақсаты жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында информатика пәнін оқытудың өзекті мәселелері бойынша тәжірибелік сабақтар көрсету. Семинарды институт директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Қибатаева Нұрсұлу Қазанғаповна ашып, шетелден алған тәжірибесімен бөлісті. Кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты Тоқсанбаев Асан Мырзабекович жаңартылған білім беру үдерісіндегі инновациялық технологиялардың маңызы туралы айтып өтті. Аға оқытушы Абдеров Раушанбек білім берудегі смарт технологиялар тақырыбында интерактивті презентациялар құру сервистерімен таныстырды. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында критериалды бағалау жүйесі бойынша деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері магистр Асанбай Бадигүл Зейнулла қызы өз тәжірибесімен бөлісіп сұрақтарды талқылады. Семинар қатысушылары тәжірибе алмасу мақсатында презентациялар мен практикалық тапсырмаларды орындады. Айта кететін болсақ, Шалқар ауданының нөмірі 1 мектеп гимназиясының информатика пәні мұғалімі Сүйіндіков компьютерлік презентацияға нысандар қою тақырыбында, Ақтөбе медицина колледжінің информатика пәні оқытушы Есқалиева Autoplay бағдарламасында портфолио дайындау тақырыбындағы тәжірибелік жұмыстарын көрсетті. Сонымен қатар, Байғанин ауданы Қараөлкелді орта мектебінің информатика пәні мұғалімі Тәжмағамбет оқыту мен оқуда ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдану тақырыбында коучинг өткізді. Семинар қорытындысында қатысушыларға сертификаттар табысталып, әдістемелік ұсыныстар қабылданды.